сіздермен бірге влог түсіретін боламын. Бұл менің суретте салатын блокнотым, яғни скетчбук. Бұған енді ғана мен суреттер салып бастап жатырмын, сол себептен де әлі толмаған. Бұл біздің кешкі ас. Және мен осындай булочки үйде пісірген болатынмын. Кеш болды, енді мен сабағымды орындауға кірістім. Мен сабақтарымның барлығында жасап біттім, барлық заттарымды сөмкеме салып жатырмын. Бізде түн болды, ал енді мен ұйықтауға кетемін, азында ерте тұруым қажет. Қайырлы таң, бізде таң атты. Енді мен формамды киіп алып мектепке дайындалып жатырмын. Дала суық, сол себептен де киімімізді киіп аламыз. Мен уже мектепке шығып кеттім, дала кішкене қараңғы болып тұр. Мен үйге келдім, сағат 2 болды. Мен шай ішіп алдым, сонан соң бізде ашық сабаққа дайындыққа баруға мен дайындалып жатырмын. Все, мен дайынмын, енді мен мектепке бара жатырмын. Дайындық аяқталып, мен үйге келдім. Біз подругам екеуміз Наурызға өлең жаздыртуға келдік. Далада кішкене қараңғы болып қалды. Біз уже студияға келіп өлеңді бастыртып қойдық. Енді монтаждауда болдық. Енді біз қайтып бара жатырмыз. Кстати, мына жақта менің подругам драма көріп жатыр. Дала кәдімгі бізде қараңғы болып қалды. Біз 8 мартқа аналарымызға подарок жасаймыз деп шешкен болатынбыз, бірақ сынып бойынша шешкен болатынбыз. Енді біз только 3-ақ қыз болып қана беретін болдық, қалғандары бермейміз деді. Енді сол үшеуміз ғана базарға келіп, гүлдерімізді алып, енді қайтып бара жатырмыз. Бізде осы Наурызға орай өте көп концерттер болып жатыр, сол себептен де олардан қысқа нұсқа көрсете кеткенді жөн көрдім. Бұл ауыл округ әкімінің ұйымдастырған концерті, ал бұл ата-аналар жиналысына арналған концерт. Ал ендігі кезек бізде туылған күн. Біз туған күн иесіне мармеладтардан букет және де бірнеше ғана косметика алдық. Және сол заттарымызды алып, біз уже базардан шығып кетіп бара жатырмыз. Обзор жасаймыз. Ең алдымен тканевая маска 2 штуктан алдық. Келесі кезекте тент алдық, содан кейін зажим алдық шашқа, содан кейін зажим для ресниц алдық, содан кейін осындай біздің мармеладқа букеттеріміз әртүрлі мармеладтардан алдық. Сосын маршмеллоу алдық, кстати. Олардың барлығын жасауға бізде шпажка керек болады, және де осындай букетті орауға бізде арнайы қағаз. Және де туған күн иесін құттықтауға бізде осындай пирожный алдық, және де осындай свеча және спичка қойып қойдық. Сол кезде жағып құттықтаймыз. Уже букетті жасауға кірісіп кеттім. Бұл жерде барлығын ашып, кесіп, мен жасап жатырмын. Ары қарай өздеріңіз көріңіздер. Happy birthday.
кестегі результат осындай болып шықты. Маған ұнады. Өзім қолымнан шыққан соң әрине маған ұнайды деп ойлаймын. Уже біз шығып кеттік. Қазір барып құттықтаймыз. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, ooh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, ooh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, ooh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, ooh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, ooh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to